Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз 7-ші сыныптарға арналған 491 БЖБ-ны қарастыратын боламыз. 491 БЖБ бойынша бізде тарау healthy habits. Қарастыратын дағдылар ол бізде тыңдалым дағдысы және жазылым дағдысы. Сіздер үшін мен қазір тыңдалымды жауаптармен және жазылымды да өзім жазып шықтым. Сіздердің деңгейіңізге сәйкес. Алып кеттік, ең бірінші тыңдалымнан бастайық. Listen to the conversation and fill in the gaps. Use no more than 3 words. Дейді, иә. Мына бос орындар еді негізі. Бос орындарға лайықты сөздермен толықтырып шығуымыз керек. Сөздер 3 немесе одан көп емес. Түсінікті ғой, иә, егер біз 4 сөз жазатын болсақ, ол қате деп есептелінеді. Бір сөз, 2 сөз, не керек 3 сөзге дейін жазуымызға болады. Қазір сіздер бір мезетте тыңдаңыздар. Және де бір мезетте оқыңыздар. Сол кезде дәлел болады, иә? Мына неліктен жауабы бұндай болды. Ал тыңдап көрелік. Listenaminute.com Health. I never used to worry about my health until recently. When I was a kid, I did loads of exercise. Even in my 20s and 30s, I was very fit and never ill. I have been lucky all my life. Always in the best of health. I rarely get even a cold. I suppose time catches up with you. Now I seem to be getting lots of little aches and pains. I should go to the doctor for a health check, but I'm too busy. The older you get, the more you worry about your health. One good thing is that I'm eating more healthily now than ever before. I no longer have fast food and midnight snacks. I also sleep a lot more. I've read that getting 7 or 8 hours sleep every night is one of the best things you can do for your Тыңдап болсаңыздар, егер сіздерге кейбір жерлері түсініксіз болса, пауза қойып қайталап тыңдаңыздар. Жарайды ма? Сол кезде анық білесіздер. Жалпы бұл жерде to worry деген сөз ол уже берілген болып тұр, байқадыңыздар ғой? Ал қалған міне нөмірленген, мынау 1, number 2, 3, 4, 5 and 6. Получается, exercise бізде ол жаттығу жасау. Екіншісі health, денсаулық, иә. Үшіншісі суықтап қалу. I rarely get even a cold. Тіпті мен сирек суықтап та қалатынмын. Төртіншісі aches and pains, яғни ауру, сырқаулар, иә, боли. 5 ол I'm eating more healthily now even before. То есть мен алдыңғы қарағанда қазір жаңағы витаминді, дәруменді немесе, иә, тамақтанатынмын. Ал және 6-шысы ол midnight snacks, ол түннің ортасындағы закуска, яғни тіске басар деп айтамыз, иә, қазақша. Түннің ортасында тіске басар жасаймын дейді. Ал міне осындай жауаптар осылай екен. Егер сіздерге түсініксіз болса, қайталап айтамын. Паузаға қойып қайталап тыңдаңыздар, жарайды ма? Ал кеттік онда екіншісі бізде writing. Білесіздер, 490 осы бірінші тарау бойынша сіздер полностью не өттіңіздер? Healthy habits туралы өттіңіздер. Салауатты өмір салтын ұстау, иә, дұрыс тамақтану, doing activities, doing sports деген секілді. Сол туралы болады. Мына жерде look at some healthy habits pictures and brainstorm your ideas. Мұна салауатты өмір салты әдеттеріне қараңыз және де ой қозғаңыз деп тұр, иә. Мына жерде тапсырма айтып тұр. Introduction. Write down about 4 healthy habits you know. Өзіңіз білетін 4 привычканы, әдетті жазыңызшы дейді. What healthy habits you know and what's the most important are. Яғни салауатты өмір әдебіне, салтына ең маңызды деген пункттарды жазамыз. Біріншісі жазғаным мен eating healthy food дедім. Екіншісі drinking tap water. Бірінші дұрыс тамақтану. Екіншісі су ішіп, таза қайнатылмаған, иә. Doing sports және eating more vegetables and fruits. Сіздердің деңгейлеріңізге қарап жаздым. Міне қараңыздар. Негізі тапсырма былай берілген. Сіздерге міндетті түрде осыны перечинмен бірге келеді. Бұл жерде қараңыздар, бірінші кіріспе жазу керек, иә. Жалпы ең маңызды деген салауатты өмір салты үшін не маңызды, соны жазасыздар дейді. Екінші негізгі бөлім. Негізгі бөлімнің мына жерлерін толтыруларыңыз керексіздер. И conclusion, үш бағыт, үш
парттан тұрады, бөлімнен тұрады. Мен мына main позитті екіге бөлдім. Сол кездерде анық міне 4 бөлім шықты. Мынау получается кіріспе, негізгі бөлімнің біріншісі, екінші бөлімнің кіріспе, екінші бөлім және conclusion, үшінші бөлім. Егер сізге қиналсаңыз, көшірсеңіз болады, егер білетін болсаңыз, ішінде кейбір сөздерді синонимдерін өзгертіп жазыңыздар, жарайды ма? Ал кеттік онда мен сіздерге оқып берейін. Doing sports and physical activities is a great way to keep fit. Яғни спортпен, физикалық жаттығумен айналысу ол денсаулықты сақтаудың ең керемет жолы дейді. Sports help people to keep in good health. Яғни спортпен айналысу бұл адамдарға дендерінің сау болуына көмек береді. Мысалы, if you go in for sports, қараңыздар, go in for деген заниматься спортом деген сөз имейте в виду. You have good health and don't catch cold. Егер сіз спортпен айналысатын болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз жақсы, және де сіз суықтап қалмайсыз, яғни ауруға бейім болмайсыз деген мағынада. Екінші, уже кеттік, мына жерде негізгі бөлімнің біріншісі. It is also important to eat healthy food, balanced diet to provide your body with all the nutrients it needs. Яғни дұрыс сбалансированный диетада отыру, дұрыс тамақтану бұл өте маңызды сіздің ағзаңызға, яғни өйткені сізге ағзаңызға қажетті бүкіл питаниялардың барлығы барады дейді. Бізге we all need energy, бізге энергия қажет. For example, if you eat food containing carbohydrate, your body stores carbohydrate in your muscles. Сіздер осы тарауда өткен боласыздар мына жаңа сөздерді, сонда мен сол жақтан да алдым мына сөздерді, өткен сіздер уже өткенсіздер. Carbohydrate ол деген сөз көмірсулар, Егер сіз көмірсудан тұратын жаңағыдай тамақ жейтін болсаңыз, сіздің ағзаңыз бұлшық етке, маскл деген бұлшық етке көмірсуды жібереді дейді. Also eating food with such as meat, fish and milk are also a good source of energy. For example, they help your muscles grow and repair themselves. Сонымен қатар тамақ жеу, яғни мынандай ет, балық, сүт деген секілді бұл тағамның барлығы энергияның қайнар көзі деп тұр, Мысалға, егер сіз осыларды жейтін болсаңыз, сіз ағзаңызды, яғни бұлшық еттеріңізді реттеуге, өсіруге және ол көмек береді дейді. In conclusion, these habits will make our life better. Міне қараңыз, 4-ші бөлім, қорытындылай келе, бұл привычкалар, бұл әдеттер біздің өмірімізді жақсартады. Яғни дұрыс тамақтану әдеті, ол біздің өмірімізді жақсартқаны қоймай, сонымен қатар біздің жақсы иммунитет қалыптастырады. Мына сөзбен аяқтағым келді. A healthy body makes a healthy spirit. Яғни тәні саудың жаны сау деген сияқты нақыл сөзбен аяқтадым. Жалпы осы енді келесі пайдалы болды деп есептеймін. 492-ші БЖБ-да жолыққанша сіздерге сәттілік.